Сәлеметсіздер ме? Бүгін кімнің туған күні? Құттықтаймыз, бір әріптесіміздің туған күні екен. Демек, сіздің туған күніңіз сүйіспеншілік айының 4-інде. Мысалы, менің туған күнім жауапкершілік айының 5-інде, директорымыздың туған күні даму айының 27-інде. Яғни бізде қыркүйек, қазан, қараша деген аяттары жоқ. Бізде барлығы құндылық аяттарымен аталып кеткен. Тіпті лицейге кіре берісте отыратын күзетшілерімізден бастап, оқушыларымыз да, ұжымдағы әріптестеріміз де, барлығы ата-аналар да осыған қалыптасқан. Біз бұған қалай жеттік? Бұл күнге қалай жеттік? Бір күні біздің жаңағы құндылық командасы бар, құрамы 10-11 адамнан тұрады. Іс-шаралар ұйымдастыруды қолға алып бастадық. Сөйтіп, мұғалімдер бөлмесіне кірсем, әріптесім біраз ренжіп отыр екен. Мына жақтан тәрбие завучының тапсырмасы бар. Мына жақта жаңағы сынып жиналысы бар. Мына жақта сіздер де бір іс-шараларды бізден ұйымдастыруды талап етіп жатырсыздар. Қайсына үлгереміз сонда деп. Жақсы деп, енді лицейдегі тіршілік ешқашан бітпейді ғой. Бұны да бір қолға аларсыз дедім да қойдым ойға түйіп. Сосын жалпы бұл шараларға оқушылардың да қатты белсенділік танытпайтынын байқадық. Бірнешеуінен сұрап көріп едім. Апай деді, бізде жаңа апталық болайын деп жатыр. Ол жақтан да бір тапсырмалар берілді. Сіздер де мына жақтан бір нәрселерді сұрап жатырсыздар. Ертең BJB-TJB-ларымыз бар. Қайсына үлгереміз деді олар да ренжіп. Бәрі де я деп қоштады. Сосын бұны мен келдім де QTM-ге айттым. Біз қиындатпайық, ешкімді шаршатпайық, бәрін бір жүйелендіріп, бір ортақ бір жол тапсақ дұрыс болатын еді деп. Содан аққұш ортан һәм шаян болмай, бәріміз шашырап бітірамай бір жүйеге келсек болатын еді деп. Содан оны да қолға ала бастадық. Тағы да бір ерекше есте қалған оқиғалармен бөлісе кетейін. Құрмет құндылық айы болатын. Бұл қазан айы, яғни олай қойған себебіміз қарттар мерекесі бар, жаңа мұғалімдер мерекесі бар осы кезде, және оларға деген құрметіміз болсын деген мақсатта. Сосын тек қана бізге емес, басқа да лицейдің ішінде жүрген тазалық апайларымызға, асханадағы аспаз апайларымызға да бір құрмет көрсетейікші деген ой туындады. Сосын сыныптарға тапсырма берілді, әр сыныпқа бөлінді. Сосын оларға айттық, қолдарыңнан бір тәтті нәрсе пісіріп, оларға әдемі бір стикер жапсырып қойсаңдар болады. Сөйтіп, апайларға бір ілтипат көрсетейік деп. Сол кезде бір оқушым тұрып, апай, а зачем мы это делаем деді. Сосын енді ол кісілер, мысалы, асханадағы апайлар таңнан кешке дейін аяқтарынан тік тұрып, сендерге ыстық пештің жанында жүріп, тамақтарын дайындайды. Енді ол құрметке лайықты ғой дедік. Сосын, ну, они же за это зарплату получают. Ну, это их работа, деді. Сосын, енді барынша оған түсіндіруге тырыстық. Сосын, іс-шара орын алды. Асханадағы апайларымыздың жүздері бал-бұл жайнап, қатты қуанып, әсерленіп, суретке түсейікші, видеоға түсейікші деп жаңа бір кішкентай кекстарды қолдарына ұстап алып жүгіріп жүрді, не істерлерін білмей. Сосын, бір кезде ол іс-шара болғаннан кейін жаңағы қарсы шыққан оқушымның құрбысына айтып жатқан сөзі құлағымды шалып қалды. Оказывается, так приятно делать людям приятное, как будто горы с плеч деп айтып жатты. Деп ойландым. Демек, бір жүрекке біз бір титтай болса да дән еге білген екенбіз ғой деп қатты әсерлендім менде. Одан кейін адалдық айы болды. Адалдық айында біз мынандай бір шара жасадық. Сатушысыз дүкен аштық. Енді оған салынған қаражаттың біз 50% қайтса да жаман емес деп болжаған болатынбыз. Бірақ шүкір 75% қайтты да 25% ауаға ұшып кетті. Сынып сағатында біз ай қорытындысы болған кезде сынып жетекшілерге айттық, сіздер осыны әдейі айтыңыздар оқушыларға, олар білсін деп. Сол кезде өзімде жаңағы сыныпқа кіріп айтып жатырмын ғой, қыздар осылай 75% келді, 25% жоқ болды деп сол кезде оқушылардың айтқаны. Сонда ол қайда кетті? Оны кім алды?
камерадан қарайық деген сияқты. Сонда екіншісі айтады, жоқ, ол маңызды емес, кім алғаны. Бірақ біз сол 25% орнына қайттан қоя аламыз ба деген сияқты. Демек, оның да бір мойындағаны деп біз солай қабылдадық. Яғни оқушыларымыздың бойына адалдық құндылығын осылай бір енгізгіміз келді. Сосын күні кеше өткен жауапкершілік айы. Бұл жерде біз екі шара ұйымдастырдық. Сыныптарға бір горшок гүл тапсырдық. Сосын айттық, бір ай бойы осы гүлге су құйып, жаңа жапырақтарын сүртіп, оны қайттан топырағын қопсытып отырғызып, басқа горшокке ауыстырып, яғни күнделікті осы жауапкершілікпен осы гүлді әдемілеп өсіріп шығыңдар. Одан кейін екінші іс-шарамыз фойеге, орталыққа бір үстел қойдықтағы 2000 данадан тұратын, 2000 бөлшектен тұратын пазлды шашып жердік. Осы пазлды бір ай бойы жаңа күнделікті үзбей бір іс-әрекетті жасау арқылы, аз-аздан жасау арқылы жауапкершілікпенен бір мақсатқа жетіп аяқтау. Дедлайн сүйіспеншілік айының 1-не дейін деп жазып, бәрін ережесін қойып қойдық. Сол кезде алғашында пазлға оқушылар жоламай жүрді. Бірнеше күннен кейін қарасақ, бір бұрышы құрылыпты, екінші бұрышы құрылыпты, сөйтіп шынымен де межелі уақытта анау пазл аяқталды. Сөйтіп үзілісте кетіп бара жатқанда жаңағы 10-11 сыныптың қыздары бәрі қаумалап бітіп тұр екен. Бірақ ол жерде тек оқушылар қатысқан жоқ, ол жерге бүкіл лицей қатысты. Шынымен де жаңағы мұғалімдер де бірге оқушылармен бастары түйісіп құрастырып жатты. Тіпті ресепшн тұратын апайымыз да болып жүрді соның ішінде. Одан кейін бір күні бір әріптесіміз сурет түсіріп жіберіпті. Қарасақ, анау неге шұқиып қарап тұрған бір ата-ананың суреті де баласын алып келуге келіп тұрды. Бірақ анау пазлдың қызық болғаны соншалықты күте тұршы, қазір деп айтады дейді, құрастырып алайын деп. Яғни бұл пазлға бүкілі атсалысты. Сөйтіп жаңағы оқушылар бірақ қуанып жатыр да. Біз директорге сөз бердік, сөзімізді орындадық, ура деп жатыр да. Сосын химик әріптесім қасымда тұрған, не үшін қуанып жатсыңдар деп сөйтсе, директор бізге мороженое алып беремін деп айтты дейді. Яғни бұл қыздар енді мороженое жемей жүрген жоқ қой. Бірақ директордан мороженое алу оларға бір мотивация болып тұр да сол жерде. Барлығы шынымен де бір жақсы дағды қалыптастыру күнделікті аз-аздан жауапкершілікпен орындалғанын көрсетті. Және айтпақшы, сол пазлды рамкаға салып, бір көрнекі жерге қойып қояйықшы, бір естелік болсын, себебі біз бәріміз бірге жасадық қой дегенде ұсыныстар айтылды оқушылар тарапынан. Яғни басында барлығы қиын болып көрінген жаңағы әріптесімізде қайта-қайта сұрай бересіздер бір нәрсені, қайдан осы нәрсені шығардыңыздар деген нәрсе болатын. Оқушыларымыз да жаңағындай жылап, біз үлгермей жатырмыз деп қатыспайтын. Қазір оның бары артта қалды. Яғни үштік одақ дейді ғой, бәрі риза. Мұғалім де риза, оқушы да, ата-ана да риза, және осы QTM-нің ұйымдастырушысы ретінде мен де дән ризамын.